Сондықтан да вәл ажилу тусхибухун надама дейді, көрдіңіз бе? Асығумен әрқашан өкініш бірге жүреді дейді. Қайғы, қасірет асығумен бірге жүреді дейді, қараңызшы. Ва та'тазилуху салама дейді. Амандық, бір бәлеге, жалаға ұрынып қалмау деген нәрсе одан алыс болады дейді, қараңызшы. Сондықтан да арабтар асығыстықты уммун надамат, бүкіл өкініштердің, бүкіл бармақ шайнаулардың анасы дейтін болған екен. Барлық бармақ шайнау болсын, қиналу болсын, қайғыру болсын, солардың барлығының анасы ең үлкені бұл асығыстық дегенді. Мысал айтайық, біз осы өмірімізде мысалдарды айтайық. Ең үлкен асығыстық жасайтын адам өзінің жанұясына, жұмысына, бала-шағасына қарғыс жасап жатады. Бала-шағасына қарғыс жасап жатады. Бала-шағасын қарғап жатады. Аллах субхану ва таала Құран-ы Кәрімде Исра сүресінің 11-ші аятында: "Уайад'ул инсану биш-шарри дуааху бил-хайр ва канал инсану ажула" дейді. Кейде адам баласы жақсылықта қалай дұға жасайтын болса, жамандықта да солай дұға жасап жатады дейді. Жақсылықта қалай дұға жасайтын болса, жамандықта да солай дұға жасап жатады дейді. Жаман нәрсені өздеріне тілеп алып жатады дейді. Баласы бір ғана айтқан істемейді. Өліп кеткер дейді. Өліп кеткер дейді. Ол шығып өліп қалатын болса, ойбай балам, ай балам. Субханалла, өлтірген ол сенсің. Бір күн ұстазбен отырған едік. Бір адам еңіреп жылап келді. Ұстаз, баламды өлтіріп қойдым. Ұстаз, баламды өлтіріп қойдым. Не болды? Тоқтаз, аптығын бас. Су бердік, шай бердік. Не болды? Айтсаңшы десек. Айтқаным істемей балам үйден шығып кетті дейді. Өліп кеткер дедім дейді. 1 километр, 2 километр жол бастан машина авария болып жер жастанып тұр дейді. Осылай біздің тілімізбен қаншадай нәрсе басымызға неғып жатыр да? Есек дейсің да балаңа. Ертең есек секілді ештеңе түсінбейтін болып шықса, мен Құдайға не жаздым дейміз да. Сен ғой оны есек деп жатқан. Есексің деп оған қарғап жатқан сен ғой. Басыңа көрінсін дейміз да. Басына түсетін болса, неге оның басына түсті деп тағы жүрегіміз ауырып жатыр. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам имам Муслим риуаят еткен хадисте айтады: "Ла тад'у аля анфусикум" дейді. Өздеріңді қарғап дұға жасамаңдар дейді. "Ва ла тад'у аля ауладикум" дейді. Бала-шағаларыңды қарғап дұға жасамаңдар дейді. "Ва ла тад'у аля амваликум" дейді. Мал-мүліктеріңді де қарғап дұға жасамаңдар дейді. "Ла туафиқу миналлахи са'атан юс'алу фиха атаун фаястаджибу лакум" дейді. Неге олай жасама деп жатыр? Неге өзіңді қарғама деп жатыр? Неге бала-шағаңды қарғама деп жатыр? Неге мал-мүлкіңді қарғама деп жатыр? Өйткені кейбір уақыттар болады дейді. Алла тағала пенде не сұраса сол нәрсені беретін уақыттар болады дейді. Сіздің қарған қарғысыңыз сол уақытқа сәйкес келіп қалады да, сіздің жасаған дұғаңыз лезде қабыл болып кетеді дейді. Бала-шағаны қарғайтын қаншадан қанша ата-аналар бар. Негізі мына дүниеде болып жатқан, бала-шағаларынан көріп жатқан зияндықтардың көпшілігі адам осы тілінен тауып алып жатқан нәрселерді негізі. Өз-өзін қарайтын қанша адамдар бар. Бір басына бір проблема келсе, басқа келсе, бір нәрсені дұрыс шешпеген болса, бір нәрсені дұрыс істемеген болса, өз-өзін қарғап жібереді. Мынау жұмыс болса, осы жұмыста өлсін дейді. Өлді жұмысы, жұмыс жүрмей жатыр да. Неге жұмыс болмай кетті? Ұстаз, мені біреу черный магия істеп тастаған ба, мені қарғап тастаған ба, білмеймін, мен жұмыстарым жүрмей жатыр. Бірақ тілден тауып жатырмыз да. Сондықтан да ата-аналар ашуланған кездеріңізде әсіресе бала-шағаны қарғамаңыз. Әйелмен ұрысып жатады да. Балдарың саған осы мәмілені көрсетсе, бітті. Ол сіздің жаңа айтып жатқан перзентіңіз шешесіне жаман мәмілесін көрсетті деп жатқан. Сізге жақсы мәмілені көрсете ма? Шешесіне жаман мәмілені жасап жатқан перзент сізге жақсы нәрсені көрсете ма? Мағыл сіз өліп кеткеннен кейін шешесіне жамандық мәміле жасасын делік. Сол сіздің қарғысыңызбен шешесіне жаман мәміле жасаған перзент ертең тозақта азапталады. Неге? Өйткені ата-анаға қарсы келуге болмайды. Сол тозақта азапталғаннан сіз пайда табасыз ба?
Перзентіңіздің не қатысы бар әйеліңіз екеуіңіздің ортаңыздағы проблемаларыңызға? Не қатысыңыз бар? Шешесі екеуінің ортасындағы проблемаға не қатысыңыз бар перзентіңіздің? Субханалла. Сондай жағдайлар болып жатады да. Асығамыз, ашуланамыз да, қарғап жатамыз да. Артынан ойлаймыз, не болып қалды бізге? Не көрінді? Басшыларды қарғап жатады. Кейін басшысы оңбаған болып қалатын болса, не көрінді маған дейді. Субханалла. Сол үшін асықпай, байыппен кез келген мәселеде, ашуланған кезде де, басқа қалған кезде де асығыс шешім қабылдамайық та.